Қазақтың ең бір қинап тұрған жағдай ол баспана. Жастарда баспана жоқ. Осы шетелге кетіп жатыр. Ауылда да баспана жоқ, жұмыс жоқ деп қалаға кетіп жатыр. Қалаға барса пәтер жалдайды. Соған қазір қолданыстағы баспана 7-20-25 деп аталады. Телевизорды ашып қойсаң, радионы басып қойсаң осы мәселе. Ойбай басынан құс ұшырмай мақтап жатыр. Мен көрейінші осы бағдарламаны деп, осы сапарға шығатын алдында банкке барып анықтадым. Мен Ауыт Мұқибек, жасым 54-те, мен 20 миллион теңгенің үйін алмақшымын, 25 жылға 20%-ын құям, 7%-мен маған баспана беріңіз мына бағдарламамен. Десем сізге 6 жылға беріледі, 60-ға дейін беріледі екен, одан ары бермейді екен. Өлмесең өмем қап, саған баспана жоқ, 60-тан өтіп кеткендер баспана ала алмайды екенсіздер. Екіншісі, онда маған інім бар, немесе балам бар. Я 25 жыл оның мүмкіндігі бар, 60-қа жетпейді оның жасы 25 жылда. Соның атынан мен алайын. Маған қандай шарттары бар айтып беріңіз. Десем, халық банк жеке бас куәлікті әкелді, дұрыс. 6 айлық пенсияң болу керек екен. Үзілмеген. Пенсияның фонд ақшаң болу керек екен. Бар ма сіздерде пенсияның фонд ақшаларыңыз? Бәріңізде. Жоқ. Онда мәңгі ұяла алмайсыз. 7-20 еңбек ақы 310 мың теңге болу керек екен. Бар ма 310 мың теңге? Жоқ. Мен Нұр Отан партиясына жұмысқа тұрғанға дейін 100 мың теңге алып бермедім мысалы. Мәңгі бақи ала алмайсыз. Несие тарихың жақсы болу керек дейді. Бүйтіп кәсіпкер оттан бірдеңе алып қойсаң кәсіпкер банктен. Соны төлеп тұрған болу керек екен уақытта. Сосын асында баспана болмау керек, ипотекалық займ болмау керек дейді. Жарайды, осы шарттың бәрін орындап 20 миллион теңгеге 7-20-25 бағдарламасымен баспана алдық дейміз. Сіздің баспананың құжаты банкте тұр екен. 25 жыл бойы көрмейді екенсіз. Көрдіңіз ба? Ал алып көріңізші осы бағдарламаны. Осы бағдарламаны жасаған банк осыны өкімет бекітіп берді, дей алмай отыр. Біздің өкімет Кәрім Мәсімов бекітті ма, мен білмеймін қайсысы бекіткенін. Асқар Мамин бекітті ма, жоқ, бұл Әлихан Смайылов бекітті ма? Адам қолы дірілдемей ма мұнаны, ойламай ма сонда? Мына халықты тонап жатқан сонда қазақтың баласы ғой. Осы қазақтың баласы солар. Сол ұялмай, қызармай, сол 7-20-25 бағдарламасын бекітіп берген. Ал енді жаңағы, үйді алдық дейікші мен алдық. Енді мен қанша төлеймін деймін? 20%-ын құйдым, 16 миллион қалды. 16 миллион теңгені ол 25 жылға маған бөліп береді 7%-ды. Соны есептеп беріңізден қанша айтады? Өсімі 16 миллион теңгенің 25 жылдағы өсімі 17.171.899 теңге 91 тиын болады екен. Сіздің төлеген ақшаңыздан 1.701.000 теңге артық төлейді екенсіз. Ал, қайғы бір үйдің ақшасын төлейді екенсіз, ұялаңыздар, пәтер алаңыздар. Өз халқын өсіп тонауға бола ма, айналайындар. Осыған бір депутат мыңқ етпеді ғой, айналайындар. Бір депутат шығып, айналайын, Әлихан Асқанұлы, немесе Асқар Ұзақбайұлы, немесе Кәрім Қажықбайұлы. Мынау не бұна халықты торатып жүрсің ғой деп. Бір депутат айтқан жоқ. Күйіп кетесің, күйіп, жарып кетесің. Ал енді қазақ тентіремей кім тентірейді? Қазақстанда тентіремей кім тентірейді? Мен барсам шағам мен.